Құрметті Нәзікжан каналының оқырмандары, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін Гүлжан Анарбайқызы әдеттегідей бүгін сондай пайдалы ақпарат беретін боламын. Бүгінгі тақырып пайғамбарлардың бала тәрбиелеудегі әдістері жайлы болмақ. Ендеше алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Пайғамбарлар айтқандарына алдымен өздері амал етіп, ісімен үлгі көрсететін. Балаларды өмірдің, дүниенің һәм жәннаттың сәні деп санайтын. Баланың жасай алмайтынына емес, жасай алатынына мән беретін. Баланы толыспаған тұлға санамайтын, қайта кемел болмысын бұзып алмауға бар күшін салатын. Өздеріне ұнамайтын сөз айтса, соған бола ашуланып, өкпелей бермейтін, қашанда жылы сөйлеп, жымия қарайтын. Діни міндеттерді кезең-кезеңімен біртіндеп жүйелі түрде үйрететін. Үйрету барысында орта жолды ұстанып, адамдарды жалықтырып алмаудың амалын жасайтын. Үйренушілер арасындағы тұлғалық айырмашылықтарға ерекше мән беріп, әркімнің болмысына құрметпен қарайтын. Ешкімді өзгертуге тырыспайтын. Қайта Алланың жаратқаны ғой деп бар болмысымен қабылдап, шама шарқынша қадірлейтін. Өзара әңгімелесу әдісін, сұрақ-жауап әдісін қолданатын. Теріс түсініктерді жойып, шындық білімді санаға сіңіру үшін ақылға қонымды өлшемдерді қолданатын. Тыңдармандарына сұрақ қоятын. Осы арқылы оның білім-білігін, таным деңгейін анықтайтын. Салыстыру, мысал келтіру әдісін қолданатын. Ұқсастыру әдісін халық арасында кең тараған мысалдарды қолданатын. Қолында қандай да бір зат болса, түсіндіріп жатқан тақырыбын жерге сызып тұрып көрсететін. Қарым-қатынас жасағанда сүйіспеншілікпен қарап, құрмет көрсетіп, қызығушылық танытатын. Балаларын жақсы көретін әрі оны өздеріне айтып отыратын. Балаларына қатысты сынақтарда сабыр ететін, әр нәрсенің Алладан келетініне шын сенетін. Балалардың сұрақтарына толыққанды жауап беретін. Балаларына көркем есімдер қоятын және олардың бойларындағы көркемдіктерді күшейте түсетін. Бір нәрсе үйрететін болса, оны әзілмен, әдістер, мейлінше жеңіл әрі қызықты етіп үйрететін. Балалармен көп ойнайтын, әрі ойынға балалар әлеміне кіретін кілт есебінде қарайтын. Балаларының пікірлеріне, түсініктері мен сезімдеріне құрметпен қарайтын. Жар таңдағанда болашақ балаларымның анасы деп текті жерден үйренетін. Отырысын немесе тұрысын өзгертіп, я болмаса бір сөзді бірнеше рет қайталау арқылы тақырыптың маңыздылығын көрсететін. Балаларға шуланбайтын, айғайламайтын, ұрмайтын, жалпы жазаламайтын. Тәрбие берушінің Алла екенін біліп, бала мен Алла арасында делдал болмайтын. Балаларын адал ризықпен ішкізіп жегізетін. Ысыраптың қай түрінен де аулақ болатын. Балалардың жылауын, ренжуін қаламайтын, жүрген жерлерінде балалардың көңіл күйлерін көтеруге тырысатын. Ересектер әлемінің шындықтарын балаларға өздерінің тілімен түсіндіретін. Балалары бұзықтық жасап қойса, онысын тұлғасына таңбайтын, қайта жамандық атаулының бәрі нәпсіден екенін айтып, арсыздықтан сақтауға тырысатын. Сынау, кінәлау сынды жағымсыз әдістердің орнына баулу, қызықтыру сияқты әдістерді қолданатын.
балаларының иесі секілді емес, Алла берген аманаттың иесі секілді ата-ана болатын. Бір мәселенің түйінін шешендер әңгімелесушісі ұялатындай жағдай болатын болса, алдын ала жақсылап дайындалып алатын. Діни тәрбиенің тілмен емес, іспен жүзеге асатынын білдіретін. Балалары үшін көп дұға жасайтын, ата-ана болудың маңызды бөлігінің дұға екенін көрсететін. Дұғаларының құбыласын дүниеге емес, ақыретке қарай бағыттайтын. Мінсіз болуға тырыспайтын, жеткілікті деңгейде жақсы болуға ұмтылатын. Барлық пайғамбарлар балаларына соңғы сәттеріне дейін тәрбие берген. Және оларға насихат айтқан. Әрекетті өздері жасап, берекенің Алладан болатынын білген, яғни шама-шарқынша еңбектеніп, нәтижесін Алладан күткен. Сіз қалай ойлайсыз? Қазір балаларымызды қалай тәрбиелеп жатырмыз?